жанға мен бауырмын, талайдан өзімді таныдым. Ғалымжан Молданазар осылайша ән арқылы әрбір жанға үндеу жолдады. Лондондағы ең мықты музыканттармен бірге әйгілі Air студияда жазылған синглінде баршамызды бейбітшілікке, қиындыққа мойымауға шақырады. Синти-поп жанрын Қазақстанда танытқан өнерпаз астарлы әннің тұсаукесерін өткізіп, шоу-бизнестегі ең жақын достарының басын қосты. Болмасын еш бұл өмірде жол соғысқа, зұлымдықта жол тоғыспа. Бөлменің акустикасымен ең әйгілі студия. Көбінесе оркестр жазатын бөлме, студия. Сол жерде жұмыс жасағаныма өте бақыттымын. 1970 жылы Битлстық Джордж Мартин негізін қалаған студияда ән жазу Ғалымжанның көптен бергі арманы. Туындыны ең сапалы техниканың сүйемелдеуімен жарыққа шығару үшін команда лондондық музыканттармен бір жыл келіссөз жүргізген. Молданазар бұл әнді бірнеше жыл бұрын жазды. Әйгілі студия болғандықтан әлемдік деңгейдегі жобалардың барлығы осы студияда жазылады. Біз өз кезегімізді күттік. Жобаға бас аяғы шамамен $5000 қаржы жұмсадық. Молданазар және оның командасы Битлздардың студиясында ән жазған алғашқы қазақстандықтар емес. Шығармашылық ұжымның айтуынша, мұнда трегін бірінші болып үнтаспаға жазған шымкенттік бенд. Өкініштісі, олар жайлы еш дерек сақталмаған. Осындай олқылықтың алдын алу үшін режиссер-документалист Қанат Бейсекеев досының Лондондағы сапарын түсіріп, деректі фильм дайындауды ұйғарған. Мен шыны керек өзім былай үлкен бір сондай ниеттемін. Ғалымжанды өмір бойы былай деректерді жинақтап, үлкен бір өмірін жинақтап, бір архив жазсам деген үмітім бар. Өйткені біз жаңа сахнаға туралы айтсақ, біз Ғалымжан Молданазар туралы Ғалымжанды былай жоқ деп айта алмаймыз. Өйткені бәрі Ғалымжаннан басталған мен үшін. Әрбір жанға әніне түсірілген бейнебаянның режиссері Жанат Алшанова. Тұсаукесерге өзі келмесе де медиа кеңістіктегі әріптестері картинаны жоғары бағалап, еңбегінің елеулі екенін атап өтті. Жанат ол авторлық киномен айналысады. Қазақстанның көрерменіне таныс емес, бірақ көптеген жүлделері бар, көптеген ұтыстары бар. Осы Қазақстанның сыртынан оны біледі адамдар, таниды, қарайды жұмыстарын. Бұл ғаламда жол соғысқа, зұлымдықта жол тоғыспа. Бұл сессия өте керемет өтті. Бұл әрбір әртістердің, осындай творчество жақын кісілердің негізі көбісінің армандарының бірі. Әр адамның өзінің бір музыкалық бір арманы болады, соны орындауына шын жүректен қуаныштымын. Әрбір жанға өзінің бір ойын түйгісі келді. Өйткені Ғалымжан ағаның өз өмірінде бір қиыншылықтардан өткен. Сол қиыншылықтардан өтіп, адам болып қалу керек деген бір ойын түйгізгісі келген. Музыкант мұнымен тоқтап қалмақ емес. Релиздерін жарнамалай бермейтін әнші әлі де синглдарымен қуантамын дейді. Кіммін мен бұл өмірде, кіммін бұл ғаламда, керекпін бе мен бұл қоғамда.